армысыздар құрметті оқырмандар. Сіздерге шұғыл жаңалық. Кеше Алматыдан Астанаға ұшу үшін Флайерстанға билет алдым. Әдеттегі қолымда домбырам бар. Жаңа регистрациясынан, просмотрынан бәрінен өтіп, халықпен бірге енді ұшаққа шығайын деп келе жатсам, алдымнан жаңағы Флайерстанның бір қызы шықты. Ұшаққа 2 аттам жер қалды. Флайерстанның қызы шығып, біз домбыраны өткізбейміз, немесе сіздер рейстен снимать етеміз деді. Мен айттым, қолымда қазақтың домбырасы, жолыма тұрмаңыз деп ары қарай кетіп бара жатсам, жаңа қыз киімімнен тартып, мені итеріп, қолымдағы домбыраны алайын деп қолымнан тартып, өзінің шамасы жетпеген соң Флайерстанның тағы бір қызын шақырып, екеулеп домбырамды тартты. Мен де қарулымын, бокспен айналысқам. Екеуінің тартқанына да itергеніне де қарамай, ары қарай ұшаққа жүре бердім, домбырамды ұстап қолыма. Сөйтіп, 2 қыздың шамасы жетпеген соң маған күзет шақырды. Күзеттегі ағамыз енді бір қазақтың иманы бар, намысы бар жігіт екен, маған қарады. Мүмкін мені таныды, немесе қазақтың домбырасын құрметтегені болар. Күзет ештеңе демеді. Ары қарай баспалдақпен ұшаққа отырдым. Ұштым, сонымен Астанаға келдім. Сонда менің бір түсінбегенім, неге біз өзіміздің елімізде домбыраны олай қорлықпен тасу керекпіз? Неге бізді елдің көзінше Флайерстан қызметкерлері неге мен жұлқылау керек? Қаншама артымызда ағалар тұрып, біреуі, "Ей, ол қазақтың домбырасы ғой, мынау қазақтың қызы ғой" деп айтпады. Мені домбырамда қалай жұлқылағанын сол күні кеше менімен бірге ұшырған барлық адам көрді. Менің ашуым келетін нәрсе маған айтады, "Бұл компания кімдікі екенін білесің ба?" деп. Маған бәрібір кімдікі болса да, мен қорықпаймын ешкімнен. Кімнің компаниясы болса да, бұл қазақтың игілігі үшін қызмет ету керек. Әлихан атамыз жердің астындағы, жердің үстіндегі әрбір байлық, әрбір игілік қазақ үшін қызмет ету керек деген болатын. Олай болса, бұл компания болсын, басқа компания болсын, халық үшін қызмет ету керек. Мен тек бір Алладан қорқам, басқа ешкімнен қорықпаймын. Жекпе-жекке шақырса, жекпе-жекке шығамын. Бірақ та қазақтың домбырасын ешкімге қорлап қоймайды екенмін.